халықтан алыстап кету, елден алыстап кету, немесе қазір жастарда көбейіп кетіп бара жатқан суицид деген нәрсе бар. Өте аянышты нәрсе, өте жеркенішті нәрсе, өте қауіпті нәрсе. Жастарды арасында 12 жастан басталып жатыр да бұл нәрсе. Суицид деген нәрсе, өзіне өзі қол жұмсау деген. Одан да тек қана діни иммунитет құтқарады. Не үшін? Өйткені адамдарға психологиямен қайсыны жүрегіне жете аламыз? Рухани күйзелісті, рухани тәрбие жеңеді ғой. Оны психологиямен де алдын алуға болады, бірақ қайсыны тауып, қайсына жете аламыз біз? Ал бірақ жалпы барлық адамдарда бір иман болса, ақыретке деген бір сенім болса, Алладыға деген бір сенім болса, сауап, күнә, жақсы, жаман деген нәрселерді ажырата алатын болса, болды, ол уже оны сақтап қалатын, оны жамандықтардан, шайтаннан қорғап қалатын бір иммунитеті болады. Сондықтан бұл иммунитет деген тақырыпты өте жақсы қозғадыңыз сіз. Иммунитет өте керек нәрсе. Барлық жерде керек. Барлық тақырыптарда керек. Бұл діни иммунитет адамның Аллахтың жіберген шариғат қой, діні ғой. Оны Аллах тағала керек емес болса жібермейтін еді. Аллах тағала бекерге түсірмеді бұл дінді, бұл шариғатты, бұл кітапты. Діни иммунитет адамзатқа өте маңызды болған үшін. Өйткені Аллаға керек емес қой бұл. Алла мұқтаж емес қой. Аллах мұқтаж емес, демек біз мұқтажмыз бұл нәрсеге. Сондықтан бұл діни иммунитет деген нәрсені қалыптастыруымыз керек. Қазіргі күнде көп адамдарда дүниеге деген қызығушылық көбейіп бара жатыр, бірақ дінге деген қызығушылық немесе мән беру азайып бара жатыр. Бұл келешек ұрпағымызды өте қауіпті келешек ұрпағымыз үшін. Өйткені барлық нәрсені алданы, жамандықтарды дінмен аламыз. Мысалы, наркомания, наркотик, сигарет, арақ, алкоголизм, немесе құмар ойындары, немесе бұзықшылық, зорлық, зомбылық. Солардың бәрін алданы немен аламыз? Адамдарға бітпе дегенмен ол жасай салмайды ғой. Ал бірақ онда иманы болса, мынаның бәрібір жауапкершілігі бар. Құдайның алдына барамыз. Алланың алдына не деп жауап береміз? Деп Алладан қорқатын болса, ақыретке бару, қияметке иман келтіретін болса, онда өзін өзі ұстайды. Өзін өзі басқаратын болады. Шахуатына құл болып қалмайды. Шахуатына жүгіріп кетпейді. Оның жауапкершілігі бар дейді. Сәл болса да выждан. Выждан деген нәрсе бар ғой. Сол рол ойнайтын болады өмірде. Адамның өмірінде выждан, ар выждан рол ойнайтын болады. Ал бірақ тек қана дүние үшін, тек қана нәпсі үшін өмір сүретін ұрпақ болатын болса, ол тек қана нәпсі үшін өмір сүреді. Ақыреттен қорқпайды. Біреуге зорлық, зомбылық қылуға, біреуге зұлым жасауға, біреуді ақсын жеуден қорқпайды. Ең соңында жалығып қалады. Жалығып қалса, өзін өлтіре салады, болды, құтыла салады. Құтылам деп ойлайды. Сондықтан бұл діни иммунитет өте маңызды нәрсе. Иман, сенім өте керек нәрсе. Алла разы болсын. Баршамыз.